Ассалаумағалейкум ағайын, бізге көп адамдар хабарласқан онлайн займ бойынша кредиттерді жапқым келеді, атқару жазбасының күшін жойдым. Енді бастапқы төлемдерді төлеп, қалай істеуге болады және мұны артынан таяқ жеп қалмайтындай қалай төлеуге болады деп. Біз дәл осы мәселе бойынша, яғни онлайн займдар бойынша берешекті сауатты түрде өтеудің алгоритмдерін дайындадық. Бұл кәдімгі заңның талаптарына сәйкес негізделді. Біріншіден, мұндай жағдайда онлайн займ берген компанияның өзінен берешекті мөлшерін нақты анықтап алу керек. Сосын қай реквизиттерге төлеу керек екені туралы анықтама алу керек. Содан кейін барып төлемді бастау керек. Сол төлемдердің бәрін төлеп болғаннан кейін, былайша айтқанда қарыздан құтылғаннан кейін барып берешекті құтылды деген анықтама алу керек. Осы әрекеттері бойынша біз алгоритм дайындадық. Бұл алгоритмде сіздер нені білесіздер? Қалай ақша төлеу керек екенін, қандай құжаттардың негізінде және ақшаны төлеген кезде не істеу керек екенін. Бағасы 1200 теңге тұрады. Біздің WhatsApp нөмірге жазып, профильдегі сілтеме арқылы өтіп алсаңыздар болады. Онлайн займдар жапқан кезде сауатты адамдар жасау керек. Не себепті біз мұны істеп отырмыз? Өйткені онлайн займ компаниялары, былайша айтқанда займ берген компаниялар көбіне қарыздан құтылған адамдардың өзінен қайтадан атқару жазбасын шығарып, немесе сот шешімін шығарып өндіріп алып жатыр. Ал біз келген адамдардың қолында берешекті өтегенін растайтын ешқандай құжат жоқ. Не түбіртегін сақтамаған, не анықтама алмаған, не қандай мөлшерде жапқанын білмейді. Әйтеуір жаптым, сайттан кетіп қалды дейді. Бірақ іс жүзінде оған атқару жазбасы шығып тұр, соттың шешімі қабылданып тұр. Осыларға байланысты адамдар таяқ жеп қалып отыр. Сондықтан сіздер таяқ жемес үшін біздер сіздерге ыңғайлы бағада, қолжетімді бағада алгоритмді ойластырдық. Оның ішінде арыздың үлгілері, жауап бермесе шағымның үлгілері, одан кейін анықтаманы алғаннан кейін, төлеп құтылғаннан кейін берешекті өтегені жөнінде анықтама алу, яғни қарыздың жоқтығы туралы анықтама алуға байланысты арыздың үлгілері бәрі бар. Тек соған қарап отырып отырасыздар, жолдайсыздар. Сосын сол жерде әдістеме тұр, қалай жұмысты жүргізу керек, барлығы сол жерде жазылған. Сондықтан сіздерге бұл тиімді. Сіздер егерде өздеріңіздің қарыздарыңыз сауатты жауып, артынан шаршап, бір жапқан қарызды екінші рет қайтадан соттың шешімімен төлеп сан соғып қалмас үшін осы кейсті алып, өздеріңіз сауаттарыңызды аша беруді сұраймыз. Төмендегі осы видеодағы сілтеме арқылы өтіп WhatsApp-қа жазыңыздар.